Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өзі тану әлеміне қош келдіңіздер. Бүгінгі бізді мәнге толы өмір тақырыбындағы номер 4-ші сабағымызды бастайық. Сабақтың мақсаты оқушыларға адам өмірінің мәні, айналасын қуанышқа бөлеп, риясыз жақсылық жасауда екенін түсіндіру арқылы сүйіспеншілік, дұрыс әрекет құндылықтарының мәнін ашу. Сабақтың құндылығы дұрыс әрекет. Сабақтың қасиеттері қарапайымдылық, адалдық, жинақылық. Сабақтың дәйек сөзі: неге біз алға үнемі алға ұмтыламыз? Өйткені өмірдің мәні тек жаңалық ашу ғой. Лев Толстой. Балалар, осы тақырыпта өткен болатынбыз. Бүгін әдеттегідей осы тақырыпты жалғастырамыз. Балалар, өткен сабақта дәйек сөзді оқып, берілген сұрақтарға жауап беріп, әрқайсымыз тереңірек өз ойларымызды жинақтап, жауаптарымызды, пікірлерімізді білдірген болатынбыз. Өткен тақырып бойынша оқу тапсырманы тексере кетсек, сіздерге өткен сабақта Исламбек Тәуекелдің нағыз адам туралы еңбегінен алынған үзінді бойынша төмендегі сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Мәтін бойынша талдау сұрақтарына тоқтала кетсем, қиын тағдырлы актерді қызмет істеп, әлеуметке пайда келтіруіне оның бойында қандай құндылықтары мен қасиеттері жетеледі деп ойлайсыздар? Өмірдің мәнін ұғыну жолында қандай адамгершілік ұстанымдарды басшылыққа аласыз? Балалар, мәтін бойынша талдау сұрақтарына жауаптарыңызды күтемін. Мұғалім сыйы: ауаның дәмін түйсіну. Бір күні мұғалім менен сұрады: сен ауаның дәмін түсінесің бе? Мен орманның ауасын терең демала иіскеп, бірнеше иістерді атадым. Иә, иіс сезуің жаман емес, бірақ дәмін түйсінгенге қалай қарайсың? Деді мұғалім. Мен ниеттерше бірнеше рет тілімді шығарып, ештеңені түсіне алмадым. Мұғалім күлімдей артымнан келіп, аузым мен мұрнымды жауып қалды. Мен қасарысқаннан ештеңе шықпайтынын түсіндім, бірақ бірнеше минуттан кейін өз-өзімді қорғау инстинктім аяқ қолыммен тебіне мәжбүрледі. Сол сәтте мұғалім мені босатып жіберді. Мен өмірді бүкіл көкірегіммен сезінгендей болдым. Біраз демімді алғаннан кейін өмір сезімі дедім. Дұрыс, деді мұғалім. Бұл сезімді сен үнемі сезінуің қажет. Бұл сезім сондай-ақ судан да, тамақтан да, басқа көптеген нәрседен де түйсінуге болады. Ең басты дәмі жоқ нәрсені ешқашан жеме. Өмір ыдысынан ләззат ала іш, бірақ асығыстық танытпа. Өйткені уақытынан бұрын босатып тастауың, тіпті мүлде шашып алуың да мүмкін, деді мұғалім. Міне балалар, бүгінгі әңгімеден не түсіндіңіздер? Шығармашылық жұмысқа да келіп жеттік. Құрбы құрдастарыңыз бен сыныптастарыңыздың арасында адамға ең қымбат өмір сүруге асығу керек тақырыбында төменде берілген сұрақтар бойынша сауалнама жүргізіңіздер. Төмендегі сұрақтарға тоқтала кетсем, сіз не үшін өмір сүресіз? Сіз үшін өмірдің мәні неде? Сіздің өміріңіз бүгінгі күнге қалай сәйкес келеді? Қандай сәттерде шынымен өмір сүріп жатырмын деп ойлайсыз? Осы минуттар, сағаттар, күндер неден тұрады? Сізді қатты толғандырған, ой салған не? Мүмкін ол сырт көзге білінбесе де, жаныңызды ауыртып, өміріңізді күрт өзгерткен нәрсе шығар. Сіз әлемді қалай өзгертер едіңіз? Байлық, жақсы жұмыс, отбасы адамды әрқашанда бақытты ете ала ма? Ақша мен билік адам өмірінің мәні бола ала ма? Ойланыңыздар, байлық өз арманыңыздың орындалып, мақсатқа жетудің құралы ма? Сіз өзіңізді тұлға деп санайсыз ба? Қандай жағдайда болсын, тәуелсіз тұлға болып қалуға күшіңіз жете ме? Міне балалар, қандай тамаша сұрақтар берілген, солай емес пе? Сұрақтардың өзі бір сіздерді терең ойға жетелейді деген ойдамын. Әрбір сұраққа мұқият ойлана отыра, шынайы жауап бере отыруларыңызды сұраймын.
топпен ән айтуға да келіп қалдық. Дәулет Ысқақбайдың «Өмірдің мәні» атты әнін бірге орындауларыңызға рұқсат. Бес күн жалған байлығың қолыңдағы, құнды жағы құтқармас тоныңдағы. Тағдыр айтса тоқтамау мүмкін емес, адамдықтан аттамау өмір мәні. Қанатында айлардың күндер өтер, қызыл жасыл дүние кімге жетер? Мекеніңе мәңгі қайтатын күнде жетер. Бір келетін өмірді сүрме бекер. Жер бетінен бұйырып татар дәмі, көбейсе де жауынгер қатардағы. Мекеніне мәңгілік бара жатқан барлық адам жолаушы сапардағы. Қанатында айлардың күндер өтер, қызыл жасыл дүние кімге жетер? Мекеніңе мәңгі қайтатын күнде жетер. Бір келетін өмірді сүрме бекер. Қанатында айлардың күндер өтер, қызыл жасыл дүние кімге жетер? Мекеніңе мәңгі қайтатын күнде жетер. Бір келетін өмірді сүрме бекер. Бір келетін өмірді сүрме бекер. Міне балалар, қандай тамаша ән. Терең ойға жетелеп, өмірде күш қайрат беретін осындай жақсы әндер көп болғай. Балалар, бүгінгі тақырып өмірдің мәні. Өмірдің мәні әрбіріміздің дұрыс өмір сүруімізде. Өмірдің мәні сіздер үшін не, балалар? Бізді бағып қаққан, бізге бақытты балалық шақ сыйлаған, бізді әлдилеп өсірген, үлкен азамат қып, биік шыңдарға көрсетіп, биік шыңдардың дәмін сезіндірген ата-анамыздың еңбегі емес пе? Ата-анамыздың бақытты өмір сүріп, балаларының жетістіктерін көріп, шалқайып, бақытты сәттерді көріп, сондай бір шынайы күлгеннің өзі өмірдің мәні емес пе? Сондықтан да, құрметті оқушыларым, сіздер өз өмірлеріңіздің әрбір секундтарын, минуттарын, сағаттарын, күндерін, айларын, жылдарын барлығында мәнді, сәнді, жетістіктерге толы мақсаттарға қойып, сол мақсаттарға жетіп, биік шыңдардан көрініп, әрбір сәттерінде мәнге толтырып, бақытты өмір кешулеріңізді тілеймін. Бүгінгі тақырыптан өз бойларыңызға жақсы қасиеттерді дарытты деген ойдамын.
Енді сіздерге оқу тапсырмасын бере кетсем. Мен үшін өмірдің мәні неде? Не үшін өмір сүремін тақырыбында эссе жазуларыңызды сұраймын. Мені мұқият қойып тыңдап, сабаққа белсенді қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.